Алматы сервистік қызмет көрсету колледж. Математика пәнінің оқытушысы Бұтымылдаева Гүлбақыт Күлшашарқызы. Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы айналу денелері, оның ішінде цилиндр. Сабақтың мақсаты цилиндр және цилиндрдің қималары туралы ұғыммен таныстыру. Айналу денелеріне цилиндр, конус, қиық конус, сфера және шар жатады. Соның ішінде цилиндр дегеніміз не? Тік төртбұрышты оның қабырғаларының бірінен айналдырғанда шығатын дене немесе фигура. Мұндағы H цилиндрдің биіктігі, R цилиндрдің радиусы. Цилиндрдің жазбасы тік төртбұрыш және екі дөңгелек. Цилиндрдің элементтері тік төртбұрыштың табанындағы қабырғалары параллель жазықтарда жататын тең дөңгелектер жасайды. Бұл дөңгелектер цилиндрдің табандары деп аталады. Ал олардың радиусы цилиндрдің радиусы деп аталады. L қабырғасы цилиндрдің осіне параллель болады. Ол цилиндрдің жасаушы деп аталады. Ал және цилиндрдің бүйір беті деп аталатын қисық бетті жасайды. Цилиндрдің жасаушылары оның табан жазықтығына перпендикуляр. Жасаушының ұзындығы цилиндрдің биіктігі болып табылады. Жасаушыны L деп белгілейді. Цилиндрдің қималары. Егер қима жазықтық цилиндрдің осіне перпендикуляр болса, онда ол қима дөңгелек болады. Егер қима жазықтық цилиндрдің осіне параллель болса, онда ол қима тік төртбұрыш болады. Егер қима жазықтық цилиндрдің ось арқылы өтсе, онда ол осьтік қима деп аталады. Бұл тік төртбұрыш болады. Егер цилиндрдің бүйір бетін оның табандарын қимайтын және цилиндр осіне перпендикуляр емес бета жазықтықпен қисақ, онда қимада эллипс пайда болады. Цилиндрдің бір ғана жасаушысы арқылы өтетін цилиндрге жанама жазықтық жүргізуге болады. Цилиндрдің негізгі формулалары. Цилиндрдің толық бетінің ауданы бүйір бетінің ауданы мен екі табанның ауданының қосындысына тең. Цилиндрдің табанының ауданы πr квадрат. Цилиндрдің бүйір бетінің ауданы 2πr(h). Мұндағы h деп отырғанымыз биіктігі, r радиусы, π де болады. П'дің мәні өздеріңіз білесіздер, 3,14 жуықтап алғанда. Цилиндрдің толық бетінің ауданы 2πr(h) қосылған 2πr квадрат. Бұл жерде 2πr-ді жақшаның сыртына шығаратын болсақ, r плюс h. Міне осы формула арқылы цилиндрдің ауданын, табанның ауданын, жалпы толық бетінің ауданын табуға болады екен. Өмірде кездесетін цилиндрлер. Кәдімгі күнделікті өмірде шелек, мұнара, шляп, тағы сол сияқтылар. Біз жаңа айтып өткенде цилиндрдің бүйір бетінің табанының толық бетінің ауданын табудың формулаларын бердік. Енді соған есептер шығарайық. Бірінші, цилиндрдің табанының радиусы 4 см, биіктігі 4 см. Осьтік қимасының ауданын табыңдар дейді. Жаңа айтып өткенімізде осьтік қима не болды? Тік төртбұрыш болады. Олай болса, тік төртбұрыштың ауданын есептеп табасыздар. Екінші есеп. Цилиндрдің осьтік қимасының ауданы 36 квадрат сантиметр. Цилиндрдің бүйір бетінің ауданын тап дейді. Осьтік қима жаңа өздеріңіз айтып өткенімізде міне суретте тұр, тік төртбұрыш. Ендеше осьтік қиманың ауданы белгілі екен, бүйір бетінің ауданын формула арқылы табасыздар. Сабақты қорытындылай келе сіздерге мынандай сұрақтар. Цилиндрдің бүйір бетінің ауданын неге тең болады? Екінші, цилиндрдің толық бетінің ауданы неге тең болады? Үшінші, егер қиюшы жазықтық цилиндрдің несіне перпендикуляр болса, онда оның қимасы дөңгелек болады. Неге несіне тең болғанда, перпендикуляр болғанда, оның қимасы дөңгелек болады екен? Ойланыңыздар. Егер қиюшы жазықтық цилиндрдің ось арқылы өтсе, онда қимасы не болады? Цилиндр осіне параллель жазықтықпен қиғанда қимасы не болып шығады? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Тағы да айтып өткеніміздей, тағы бір есеп. Тік төртбұрыштың қабырғалары 2 см және 4 см. Осы тік төртбұрыштың кіші қабырғасынан айналғанда пайда болатын дененің толық бетінің ауданын тап дейді. Ол жаңағы кіші қабырғасы деп отырғанымыз, мына суреттен көріп отырғандай, бұл табанының да қабырғасы, ал 4 см ол жаңағы биіктігі. Осыға қарай
есептің дененің жаңа толық бетін табасыздар. Биіктігі 30 см, табанның диаметрі 20 см болатын цилиндр шелек жасау үшін қанша қаңылтыр керек дейді. Жаңа біз күнделікті өмірде шелекті цилиндрге ұқсас дене деп алдық. Міне осыған қанша қаңылтыр кететінін есептеп табыңыздар. Сабақты қорыта келе үйге тапсырма. Бірінші, қайсы жылдам деген сұраққа жауап бересіздер. Онымыз, егер шарды тегіс кубты және цилиндрдің бір мезгілде еңкек тегістіктен төмен қарай сырғанатып жіберген болсақ, қайсы бұрын жерде болады дейді. Осыны дөңгелетіп көріңіздер, қайсы бірінші жерге баратынын. Екінші тест, мына жерде тест сұрақтары берілген, соған жауап жазасыздар. Үшінші, тәжірибе жасау деп қойдым. Бұл жерде балалар біз жаңа цилиндрдің осыны көлбей қиятын болсақ, қимада елепіс пайда болады дейді. Соны өздеріңіз күнделікті өмірде қолданып жүрген стаканға су құйып алып толтырмай, соны қисайтып көріңіздер. Судың бетінде дөңгелек пайда болады. Ол сопақша пайда болады. Оны елепіс деп атаймыз. Төртінші, цилиндрдің моделін жасау дейді. Жаңа біз жазбасын көрсеттік, тік төртбұрыш, екі дөңгелек. Сол арқылы сіздер енді осы цилиндрдің моделін жасаңыздар. Бесінші, үшінші, төртінші есепті шығару. Осы есептің барлығын сіздерге Білім KZ порталына жүктеймін қазір. Өздеріңіз қарайсыздар. Және осы толық бүгінгі берілген сабақтың видеосын сіздерге WhatsApp желісі арқылы жіберемін. Сау саламатта болыңыздар. Бәріміз бірге болайық.